Сәбіз, жұмыртқа және кофе. Бір күні үйінде отырғанда қызы әкесіне өмір сүрудің өте қиын екенін және кездескен қиыншылықтармен күресуге қауқары жетпейтінін айтыпты. Әкесі біраз ойланып тұрып, қызының қолынан шапшаң ұстап, "Жүр, ас бөлмесіне. Мен осы мәселенің шешімін көрсетіп беремін" деп қызын ас үйге ертіп барыпты. Қыздың әкесі өздері тұрған қаланың атақты мейманханасында бас аспаз еді. Ол шкафты ашып, ішінен бірдей 3 кіші қазан алып, оның үшеуіне де тең су толтырып, біріншісіне сәбіз, екіншісіне жұмыртқа, ал үшіншісіне кофе дәнектерін салып қойыпты. Отты қосып, бәрін 20 минут қайнатыпты. 20 минуттан кейін оттың астын өшіріп, 2 табақ пен 1 кесені үстелге қойып, алдымен суға пісірілген сәбізді табаққа, екінші табаққа жұмыртқаны қойса, соңғысына кофені кесеге құйып қызынан сұрапты. "Менің осы ісімнен не түйдің?" "Сәбіз, жұмыртқа және кофе көріп тұрмын. Тағы жақынырақ тұрып қарашы." "Сол ғана, одан артық ештеңе көріп тұрған жоқпын." Әкесі түкке түсінбей, абдырап қалған қызына түсіндіре бастапты. Сәбіз суға пісіп жұмсарып қалды, жұмыртқа болса қайнап қатты күйге айналды, ал кофе жұмсарып суға түсін беріп, айналаға иісін жайып, "Мені ішсейші" дегендей адамды өзіне тартып отыр. "Әке, неге маған осының бәрін айтып отырсың? Айналайын, қызым-ау." Енді үңіліп қарайтын болсақ, бәрі бір жағдайға ұшырады, бірақ бәрі әртүрлі реакция берді емес пе? Сәбіз алғашқыда қатты болды, суға піскен соң жұмсарды да қалды. Жұмыртқаның басында сырты қатты болды, тиіп кетсе сынуға даяр тұрды. Суға піскен соң іші де, сырты да қатып қалды. Ал кофеге келсек, ол басында қатты болды. Суға піскен соң жұмсарып, өзі піскен судың реңін және дәмін өзгертті, тіпті айналаға хош иісі тарап кетті. Ал енді сен айта ғой, сен бұлардың қайсысына ұқсайсың? Қиындыққа тап болғанда сәбіз сияқты жұмсарып, оның ырқына көнесің бе, әлде өз-өзіңді ұстай аласың ба? Не жұмыртқа сияқты қатып қалып, өзіңе де өзгеге де пайдаң тимей ме? Жоқ, бейне кофедей түгелімен өзіңнің бұрынғы қалпыңнан айырылып, жанкештілік жасап, айналаңа бақыт сыйлайтын, оларды көріп, өзі де бақытқа кенелетін жансың ба? Осыны жақсылап ойлан, қызым, депті.